Hi everyone, welcome to my channel. My name is umit. Сәлем достар, сабағымызға қош келдіңіздер. Бұл жаңа ұғым ағылшын тілі бірінші кітабының 3-ші сабағының жаңа сөздері. Яғни 3-ші сабақтың сөздерін үйренетін боламыз. Umbrella, umbrella. Umbrella деген қол шатыр, зонтик, жаңбырлық деген бірнеше атауы бар қазақ тілінде. Енді орыс тілінде зонтик дейді. Umbrella, umbrella. Umbrella. Please, please. Енді please'ді көп қолданады. Бұл өтініш білдірген кезде бір нәрсеге, мысалы біреулерден өтініш білдіргенде please деп жалынған кезде please please мені құтқарыңызшы, please көмектесіңізші дегенде please осы. Енді екінші мағынасы төрлетіңіз, мысалы шай ішіңіз, please шай іш, please төрлет деп қолдана берсек болады. Please, please. Here, here, here. Мұнда. Яғни мұнда. Біреулер, ойбай менің телефоным қайда деп ары бері іздеп жүгіріп жүреді. Сонда here, мұнда. Here, мұнда деп айта салуға болады. My деген менің. Бұл мен емес, бұл деген my деген менің деген сөз. Енді бұл сөзді есімізде берік сақтау үшін my құйрық, менің май құйрығым. My, сары май, тоң май, құйрық май. Бәрі есіңізде қалды ма? Онда осы my деп оқисыз. My, менің, my, менің. Ticket, ticket. Ticket дегеніміз билет. Билет алған жерге баратын болсаңыз, билет шығаратын машине тік деп сізге қайтеді, бір билет шығарып береді. Сондағы сол машинеден шығарған затты билет деп айтады. Сол дыбысқа еліктеп, сол машинеден шыққан затқа ticket деп ат қойған. Ticket. Ticket. Number деген сан. Енді қараңыз, қазақ тілімен ұқсап кетеді. Нөмір азырақ ұқсатуға болады енді. Нөмір деп қабылдасаңыз да болады. Number. Сан. 5. 5. Sorry. Кешіріңіз. Енді бұл көп қолданады. Егер біреудің сөзін жақсы түсіне алмай қалсаңыз, sorry десеңіз, ол қайтадан қайталауы мүмкін. Біреудің аяғын байқамай басып қалсаңыз, sorry деп сұрауыңызға да болады, кешірім сұрауыңызға да болады. Sorry. Sir. Мырза деп аталады. Енді мырза деп аударылады. Енді қараңыз, бұған sir үміт деп айтуға болмайды. Sir патшагүл деп айтуға болмайды. Sir мырзабек деп айтуға болмайды. Бұны тек қана біреудің атын білмеген кезде sir мырза деген сөз. Енді бұны сақшылар көп қолданады. Yes sir, мақұл мырза дегенде. Yes sir. Yes sir, мақұл мырза. Cloakroom деген сөзде біз білеміз киім бөлмесі деп те аударылады қазақ тіліне. Енді бұл гардеробка деп айта ма? Гардероб. So, cloakroom. Мегаға барсаңыз, болмаса Казгу университетіне кірсеңіз, қыстарда бізде не барады? Cloakroom болады. Соған сыртқы киімдеріңізді қойып кетуге болады. Соны ағылшын тілінде cloakroom дейді. Cloakroom. Sir. Sorry. 5. Number. Ticket. My. Here. Please. Umbrella. Қол жатыр. Umbrella қол жатыр. Please өтінемін. Please өтініш. Please
өтінемін. Here, мұнда. Here, мұнда. My, менің. My, менің. Ticket, билет. Ticket, билет. Number, сан. Number, сан. Немесе нөмір. Number. 5, 5. 5, 5. Sorry, кешіріңіз. Sorry, кешіріңіз. Sir, мырза. Sir, мырза. Cloakroom, киім бөлмесі. Cloakroom, cloakroom. Sir, sorry. 5. Number, ticket. My, here. Please, umbrella. Lesson 3. Бүгінгі 3-ші сабағымыздың сөздері осы араға дейін. Сөзді қайталап естіп, жаттап алыңыздар. Келесі сабағымызға кездескенше сау, сәлемет болыңыз.